Рензолық Дәулет Өзбеков енді өзін актерлық жағынан да көрсетеді. Шығармашылығындағы жағымды жаңалықпен Дәулет арнамызға келіп бөлісті. Кастинг өте ауыр болды, өйткені менен мықты актерлар болды қаншама. Мен тәжірибем аз болды, сондықтан да барып тәжірибем аз болғандықтан мен қорықтым біраз. Уайымдадым, өте алмайын ба деп. Бірақ Алланың қалауымен бағым жанып өтіп кеттім. Сөйтіп басты рөлді сомдап шықтым. Айта кетейік, режиссер Асқар Ұзабаевтың «Оралуы» атты сериалында Дәулет басты рөлді сомдайды. Және оның айтуынша кейіпкерінің тағдыры ауыр болған. Мен 18 жастағы мектеп бітіруші Батыржан деген жігіттің рөлін ойнаймын. Ол өмірдің қиын сәттерін көріп, түрмеге түсетін болады. Енді сюжет солай болады кішігірім. Ары қарай жұмбақ болып қалсын. Осылайша Рензолық Дәулеттің берілген рөлін ойдағыдай алып шықты ма, жоқ па, оны жақын арада көретін боласыздар. Ал актерлық жұмысты Дәулет болашақта жалғастырады. Байқалса баратын болам кастингке әрине. Шақыртулар түсіп жатса, тәжірибем жиналса. Ендеше талантты Дәулет Өзбековті құттықтап, өзін жаңа қырынан көрсететін жұмысын күтеміз.